Ассаламу алейкум баршаңызға. Мазмұнды бастаудан бұрын арнаға тіркеліп қоюларыңызды ұмытпаңыздар. Сейсенбіде Британ сыртқы істер министрі басшысы Раб Ұлыбритания 2022 жылы Бейжіңде өтетін қысқы Олимпиада ойындарына бойкот жариялау мүмкін екенін мәлімдеген. Ал кеше Британия парламентінің депутаты билікті Бейжің саясатына байланысты мәлімдеме жасауға шақырды. Онда Қытайдың 2022 жылғы қысқы Олимпиада ойындарына бойкот жариялау ұсынысы да бар. Ұлыбритания консервативті партиясының мүшесі сэр Ян Дункан Смит Бейжіңнің Шинжаң, Тибет және Гонконг саясатына байланысты Ұлыбритания үкіметін Қытайға қарсы қатаң ұстануға шақырды. Ол Қытай коммунистік партиясының өкілдеріне санкция салуды ұсынумен қатар 2022 жылғы қысқы Олимпиада ойындарына қатысты ұстанымын ашық білдіруге шақырған. Ал сыртқы істер министрі Раб Қытайда адам құқықтарының тапталуына байланысты Қытай коммунист партиясы шенеуніктеріне экономикалық санкциялар қарастырып жатқанын айтты. Сонымен қатар ақш сенаторы Скотт та халықаралық олимпиада комитетін қысқы Олимпиада ойындарының Қытайда өтуіне жол бермеуге шақырған. Бұндай ұсынысты адам құқығын қорғайтын 140-тан астам ұйым өкілдерінің президентіне бірлескен хат арқылы жолдаған. Қытайдың Шинжаңдағы аз ұлттарға көрсеткен қысымы халықаралық қоғамдастықтың назарын аударып, осы аптаның сейсенбі күні 39 ел Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында Бейжіңді адам құқығын таптағаны үшін бірлесе сынға алып, тәуелсіз тергеуге шақырды. Халайық, арнамызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Сіздердің лайк басып, пікір қалдырып бөліскендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар.